Маңғыстау облысының Бейнеу елді мекеніндегі темір жолшылардың жұмыс істеуіне жағдай жасалмаған. Рельстердің күтіміне жауапты мамандар арнайы киімнің тапшы екенін айтады. Әркім өз тапқанын киіп жүр. Оның үстіне күнделікті қызметте әбден ескірген құралдарды қолданады. Тамақты да далада ішуге мәжбүр. Алатын айлығы да мардымсыз. Ұжымның осы және өзге де шағымына теміржол дистанциясының басшылығы не дейді? Ақтаулық тілшіміз Талғат Исламұлы айтып берсін. Бейнеу дистанциясында 350 адам еңбек етеді. Олар жылдың барлық мезгілінде рельстерді құм қардан аршып, жүк және жолаушылар пойыздарының кідіріссіз өтуіне жауапты. Ауыр жұмысты тозған балға қолдан жасалған күрек сыпыртқымен атқарып жүр. Күн суықта ықтайтын күркелердің жоқтығынан кейбірі созылмалы сырқатқа шалдыққан. Қазіргі диагнозым былай айтқанда остеохондроз. Мен енді 6 ай сайын больничныйге қалам. Ол енді айтып отыр врачтар, бұл ауру сендерден шықпайды, көп емделу керек. Жилеттен басқасы бәрі өзімнің киімім. Біздер постоянно темір жолда жүретін жеріміз бәрі шебін. Сол шебін мына аяқ киімді қоймайды. Сол тозғасын, басқасын бізге бермейді. Өзіміз сатып аламыз. Бізге ықтысын пана болатын жылы ішінде дұрыс орындығыменен бүткі болу керек екен. Жаңында қолғаппен отырып тамақ жейміз қыстың күндері. Темір жолшылардың сөзінше түскі тамақты құрғақ паёк түрінде жұмыс орны беруі керек, болмаса ақшасын төлеуі тиіс. Қазір әрқайсысы үйден әкелген тамағын далада от жағып, жылытып жеуге мәжбүр. Бірақ кейбір шағыммен дистанция басшысы келіспеді. Оның айтуынша күркелер жыл сайын жөнделеді, ал орташа айлық 170 мың теңге болған, биыл 210 мыңға өсіпті. Десек те, жұмысшылардың барлық мәселесі оң шешіледі деді. Біздің жұмысшылардың жағдай жоқ емес, жағдай бар, бірақ енді қысқы мезгілден жазға шығып атқан кезде құрттай жөндеу жұмыстарын өткізетін жұмыстары бар. Бұрын қысқы киімдерді 4,5 жылға деп мерзімге беретін еді, қазір не бойынша, ереже бойынша 2,5 жылға беріледі. Көрсетіп айтып отқан мәселелеріңіз, олар бір айдың ішінде, бір ай жарым ішінде дереу орындарына қоямыз. Қорыта айтсақ, теміржолшыларға басшылықтың берген уәдесін бірер ай күтуге тура келеді. Тағы бір айта кетерлігім, ұжымға мерекелік сыйақы төлеу, түсте ыстық тамақ ұйымдастыру жолдарында комиссия қарастыруға кірісті.